Дінсіз жай жақсы адам болу жәннатқа жеткізе ме дейді. Сен дінсіз болсаң жәннаттың керек не саған? Сен айтасың, мен дінге сенбеймін дейсің, а при этом жәннатты сұрайсың. Қызықсың сені. Сен определись. Или былай или былай. Дінмен жәннатқа кіреді. Енді сен дінсіз болсаң, атеист болсаң, саған зачем жәннат? Сен сенбейсің ғой. Мына айтқан сөздің бәрі сенетіндерге айтамыз. А сенбейтіндерге оның керегі жоқ. Түркістанға барып дұға жасауға бола ма дейді. Ауылдан жасайды дейді. Түркістанда дұға қабыл болады кім айтты? Меккеде қабыл болады кім айтты? Мына жақта да қабыл бола береді. Алла Тағала 24 сағат 24 жерде қабылдай береді. Қалаған жерде қабылдай береді. Енді Меккеге барған дәрежесіне, ол жерде сауаптырақ болады. Болды. Меккеге барсам точно қабыл болады деген жер жоқ. Мешітке барсам гарантированно қабыл болады деген жер жоқ. Ауызыңа кірген, оған ауыздан шыққан нәрсеге ие болсаң, дұғаның 24 сағат өте беретін болады. Аталарымыз қол жайған кезде дұғалар қабыл бола берген. Ауру адамның басын сипап, қол жібек болса жазылып кете берген. Жындылар, аурулар жиналып қалса, сүп төсе басын сипаса жазылып кеткен. Неге? Өйткені олар ауызға кірген нәрсесі адал болған, шыққан нәрсесі таза болған. Сонда дұға қабыл болады. Ұстаз, телефонның артында жын бар ма дейді. Телефонның артында да, алдында да, бірінші бетінде де, боковой жағында да, анау Type-C зарядка тығатын жерінде де, барлық жерінде жын болады. Соның памяти бар ма, флешка память. О, жынға толған жер сол жер. Бейтіп қарай берсең, соның бейтіп суреттер бар ішінде ше, бейтіп үлкейтіп көресің. Вот соның бәрі жын болады. 4 жаста сүннетке отырғызуға бола ма? Болады. Сүндетке жасқа толғанда отырғызса бола ма? Хирургпен кеңесу керек. Жақсы намазда, таң намазда бір ай болды, тұра алмау неден болады? Жеп ішкеннен адал еместігінен болады көбінесе. Есте сақтау қабілетін арттыру үшін қандай дұғалар бар екен? Рабби зидни илман, Раббым білімімді арттыр. Рабби ясир ва ла туасир, Рабби таммим бил хайр. Одан кейін жасылға көп қараңыз. Жасыл цветке, одан кейін ағын суға көп қараңыз. Жапырақтың қазіргі сезоны мынау, бүйтіп қимылдаған жасыл жапыраққа қараңыз. Таң намазына қаза болса, ары қарай қалай оқимыз? Оянған кезде күндіз күн шығып болғаннан кейін оқи бересіз. Егер сол күні түске дейін оқысаңыз сүннетімен оқисыз, как положено, қаза деп, егер күн шыққаннан кейін оқысаңыз тек қана сүннетін, парызын ғана оқисыз. Тұсау кесуі бола ма? Шариғат үкімі, ол дұға деген сөз. Дұға жаңағы кесу деген сөз, алай жібі атталмасын, яғни тәрбиелік мақсатында болатын дүние. 5 жаста баланы сүннеттемедік, айттым ғой, сүннеттеңіз, алдыға қаратпаңыз. Есептеп туға бола ма дейді. Әркім есептеп пландай берсе, өмір басқаша болып кететін еді ғой. Есеп жүрмейді бұл жерде. Бұл жерде Алланың үкімі жүреді. Алла Тағала Құранда өзі айтады, мен қалағаныма ұл берем, қалағаныма қыз берем, қалағанына ешқайсысын бермеймін дейді. Сен есептемек түгіл витамин жеп, сәбіз жесең де бермейтінді бермейді Құдай. Алладан бірақ дұға қылып сұрай бер. Қайырлысын берді. Ұл болсын, қыз болсын, қайырлысын, күндеріңіз берекемен өтсін, Алла риза болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһу.